Сәлем достар, біз бүгінгі бөлімде команда жинау және де оларды басқаруда қолданылатын құралдар туралы сөйлесеміз. Сіздермен әдеттегідей мен Ақсұлтан Қалиев. Кеттік! Стартап жоба бастағанда ең маңыздысы не? Бұл әрине команда. Сенің бизнесіңнің жемісі командаңа қандай адамдар алып, оларды қалай басқара алатындығыңда. Командаға адамды қалай жинаймыз? Егер бизнесті жаңа ғана бастап жатсаңыз, онда адамдардың кәсіби мықтылығына ғана емес, басқа да қырларына назар аударғаныңыз жөн. Мойындайық, сенен артық сенің жобаңды ешкім білмейді. Сенен артық сенің жобаңды ешкім жақсы көрмейді. Сен оған бар энергияңды жұмсауға дайынсың, ал қалғандары сонша энергия жұмсауға дайын ба? Осы жерде команда жинау кезіндегі есте сақтайтын бірнеше қағидалар бар. Менің тәжірибемнен алатын болсақ, мен медиа салада көптеген шығармашылық топпен жұмыс істедім. Әр жобаға түрлі техникалық команда алдым. Олар монтажер, оператор, свет қоюшы, дизайнер, тағысын тағы. Ал негізгі құрамда актерлар мен сценаристар. Мен оларды қалай таңдаймын? Қызметкерлерді іздеген сәтте естеріңізде болсын. Біріншіден, өздеріңіз танитын адаммен жұмыс жасауға тырысыңыз. Екіншіден, бастапқы кезде сенің қалтаңда супер кәсіби маманға төлейтін супер гонорар болмауы да мүмкін. Ондай маманды бастапқы кезде алудың маңыздылығы жоқ. Сондықтан сол салада жұмыс істей алатын, өсетін, үйренуге қабілеті жоғары адамды таңда, ол сенімен және сенің бизнесіңмен бірге өсетін болады. Өзіңе керекті мамандарды тапқан кезде оларды жұмысқа алудың түрлі әдістері бар. Олардың ішінде ең белгілісі бұл штат және аутсорс. Екеуінің де түрлі кемшіліктері және артықшылықтары бар. Мысал үшін штат. Олармен тұрақты түрде бірнеше жыл бойы жұмыс істейсің. Кемшілігі оларға жағдай жасап беру керек. Олар 8 сағаттық жұмысқа үйренген, демалысқа шығады. Ол уақытта өзінің міндеттерін басқа адамдарға жүктеледі. Сондай-ақ олар еріншек және өсуді қаламайтын адам болып шығуы мүмкін. Ал аутсорс бұл сыртқы ресурстарды қолдану. Олардың артықшылығы бұл компанияның шығындарын азайтады. Келісім шартты екі жақты тиімді қылып жасап, нәтижеге тез жетуге болады. Медиа саласы техникалық және шығармашылық топтан тұратын болғандықтан, әрдайым кадрлар ауысады, жаңа жоба, жаңа актерлар, жаңа көзқарастар, яғни тұрақты штат жоқ. Мен де өз жобаларымда осы әдісті қолданамын. Мендегі оператор, монтажер, сценарист, актерлардың барлығы келісім шартпен жұмыс істейді. Оларға да бұл әдіс ыңғайлы. Қашан келіп кеткенін тексеріп отырмайсың, ең бастысы жұмысын уақытылы орындаса болғаны. Тіпті барлығын үлгеремін десе қосымша жұмысты алуларына да болады. Күніне 2-3 сағат жоспар жасаумен, оны бекітумен уақыт кетірмейсің. Біздегі менеджменттің түрі бұл Trello, WhatsApp, будильникпен ғана шешіледі. Trello'да мен айлық және апталық жұмыстардың тізімін бекітемін. Олардың орындалуы да сол жерде қадағаланады. Құрамадағы әрбір адам сол тақтаға тіркелген. Идея кез келген жерде келуі мүмкін ғой. Дәл сол сәтте WhatsApp'тағы топқа жазып, оның тез орындалуын қадағалаймын. Және де өзіме керекті ақпаратты және де кездесулерді ұмытып кетпеу үшін кейде будильникте қойып қоямын. Инстаграмда ұлттық арнаның басшысы Ерлан Каримнің парақшасына жазылып, бірнеше күннен кейін оның дайректіне жаздым. Аға, біз осындай жобамыз, осындай қызықты жасап жатқан жобаларымыз бар. Қарап көрсеңіз, қалай кездессек болады деп сұрадық. Сол баяғы нетворкинг, ол кісі бізге жағымды жауап беріп, кейін кездесіп, жобамызды талдап көрсетіп, ол кісі қабылдады. Сол жылы ең бірінші рет Хахашоу аутсорс компания болып үлкен жобаны алған еді. Алғашқы рет ауқымды жоба, бұл команда үшінде үлкен деңгей болды. Себебі телеарнаның форматы бөлек. Бұл саған 1 минуттық вайн емес. Бұл жерде бізге үлкен дайындық керек болды. Біз ең бірінші өзіміздің техникамызды жаңарттық. Кейін сапалы студияда жұмыс істей бастадық. Яғни қарапайым вайннан телеарнаның деңгейіне дейін өстік. Қорыта келе достар,
кез келген уақытта керек жерде және де керек адамдармен жұмыс істей білулеріңіз қажет. Бүгінге осы, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Келесі кездескенше.